Сәлем достар, кәсіпкерлер, барлықтарыңызға күндеріңізге сәттілік. Біздің бағдарламамызды жалғастырып жатырмыз. Мен енді кеше осы повышение компетенции біздің кәсіпорында істеп жатқан мамандардың біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша кішкене сипаттама бердім. Ішіне қанша қаражат қарастырылған және қанша уақытқа дейін сол біліктілігін арттыру керек. Қысқаша мәлімет берейін, кішкене жаңалық түсті осы бір айдың ішінде. Қазір таңда осы біліктілікті арттыру әрбір кәсіпорында бір айға дейін деп көрсетілген болатын. Қазір 3 айға дейін соны создырған. Соны айтып өтейін сіздерге. Қысқаша осы инженерлік техникалық мамандар, топ менеджмент және өндіріске қарайтын мамандарды егер шетелге, өзіміз Қазақстанға біліктілікті арттыруға бір айға дейін жіберетін болса, алдын енді 3 айға дейін жіберілсе, содан кететін қаражаттың 40-50% өтейді. Сол жақта соманы 30 миллионға дейін қаражат алуға болады. Казиндустрия деген компания, индустрия және экспортқа арналған орталық. Үлкен нас компания, соған ұсыныс беруге болады. Енді бүгін тағы 4 бағдарламаға тоқтаймыз. Біріншісі, мен айтып өтейін, бұл орысшасы возмещение затрат на совершенствование технологических процессов деп айтылған. Бұл кәдімгі кәсіпорында технологиялық процесстерді дамытуға көптеген біздің кәсіпорындардың басшылары, кәсіпорында істейтін азаматтар соған көп қаражат бөледі. Енді соның ішінде мына слайдта көрсеңіздер болады, 40%-ға дейін 60 миллион теңгеге дейін қаражат алуға болады. Шектеу қойылған 60 миллионға дейін. Енді осы совершенство технологических процессов деп енді технологиялық процесстер дамытуға, трансформация жасауға, соны әрі қарай істеуге не кіреді? Мен соны сіздерге айтып өтейін. Қараңыздар, мына слайдта мен көрсетіп қойған. Проведение технологического аудита, энергоаудита. Технологиялық аудит пен энергоаудитті жүргізген кезде соған енді мамандарды сырттан нанимать етеді, соған ақша төлейді біздің кәсіпорын, енді соған кететін шығындарды өтеуге болады. Екіншісі, разработка промышленного дизайна производимой продукции и упаковки продукции дейді. Енді қараңыздар, мына өндірісте ол машиностроение болуы мүмкін, басқа салада болуы мүмкін. Промышленный дизайн әрбір осы өнімнің промышленный дизайн жасайды. Енді әрі қарай қалай тиянақты, кішкене дұрысырақ, сондай мамандарды, технологтарды сырттан әкеледі, немесе шетелден әкеледі осы промышленный дизайн жасауға. Оған негізі көп қаражат кетеді. Сол себептен осы және упаковкасын, енді осы кәдімгі өнімді шығарады, енді соның упаковкасында кәдімгі кететін қаражатты өтеуге болады 60 миллионға дейін. Бұл жақта үлкен керемет бір осындай мүмкіндік, соны білген дұрыс. Үшіншісі, подготовка инженерного замысла и решения дейді. Поиск новых конструкций, технологий, оборудования и определение возможностей их внедрения на производстве. Енді қарапайым тілде енді көбінесе өндірісте кәсіпорында жүрген азаматтар біздің кәсіпорындар біледі, кәсіпкерлер біледі. Енді осыны мен кішкене өзім енді өндірісте аз істедік, бірақ бұл инженерлік замыс көбінесе осы әрі қарай технология процесті дамытуға арналған үлкен бір қажетті мәлімет. Соны енгізу үшін көптеген мамандарды сырттан әкеледі, немесе Қазақстанның ішінен әкеледі, соған қаражатын төлейді. Енді сол қаражатты өтеуге болады. 60 миллионға дейін шектеу қойылған, енді 40%. Қараңыздар, монтаж оборудования, шеф-монтаж оборудования, включая инструктаж по работе с оборудованием. Енді осы ең қызығы. Кәсіпорын жаңа оборудование алады. Соны біздің Қазақстаннан алу мүмкін, немесе шетелден алуға, Европа, Қытай дейді. Соған сатылған, сол сатқан компания сол оборудование қоюға негізі міндетті, бірақ ол негізі 3 күн болуы мүмкін, негізі 1 аптаға дейін болуы мүмкін, бірақ әрі қарай оған қосымша біздің кәсіпорыннан ақша талап етеді. Егер қалған тағы бір 2 айға осы біздің жұмысшылар қалса, соған төлеңіздер деген ұсыныс тастайды. Оны өндірісте жүрген кезде мен де білдім соны, бірақ енді соған кететін қаражатты шеф-монтаж, кәдімгі осы оборудование қою, соны шеф-монтаж деген көп деген әртүрлі себептер болады, көп қиыншылықтар болады осы шеф-монтаж жасаған кезде. Сол кезде сырттан келетін мамандар, немесе осы технологияны сатқан азаматтар
соған кететін қаражатты өтеуге болады. Пусконаладочный работа оборудования дейді. Бұл да осы оборудование қойған кезге пусконаладка кәдімгі қойды, енді өнімді шығару үшін бір пусконаладкасын жасайды. Соған да кететін қаражатты қосымша егер біздің кәсіпорын сатып алған компаниядан, осы оборудование сатып алған компаниядан қосымша сол азаматтар қалсын, сол технологтар қалсын, біздің азаматтарды үйретсін деген егер ниет болса, соған кететін қаражатты осы Казиндустрия арқылы алуға болады. Инженерные конструкторские разработки. Енді болашақта енді өнімді шығарады. Әрбір өндірісте өзінің конструкторская разработка кәдімгі лабораториясы болады. Лаборатория дегенде бір 2-3 адамды алады. Сол жақта осы болашақта осы өнімді осындай форматпен, осындай сыпаймен, осындай техникалық стандарттармен шығарамыз деп кәдімгі конструкторская разработка жасайды. Соған да көп қаражат кетеді. Біздің өндірісте, кәсіпорындарда соған кететін қаражатты да өтеуге болады. Изготовление опытных образцов. Көп азаматтар біледі. Опытный образцы деген не? Техническое обслуживание оборудования. Әрі қарай енді қараңыздар, мен бағана айттым, установкасы жасаған кезде сол установканы оқытуға, адамдарды соны установканы қоюға уақыт кетеді. Ол бір ай болуы мүмкін, 2 ай. Енді әрі қарай обслуживание, сынбау үшін, оны әрі қарай кішкене дұрыстау үшін 1 жыл, әр кезде 1,5 жылға кетіп қалады. Сондай уақыт. Соған сырттан келетін мамандар, немесе біздің Қазақстанның өзінен келетін мамандарды, соған кететін шығындарды өтеуге болады. Соңғысы проведение промышленных испытаний продукции. Енді оны да барлығы біледі. Осы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пунктті кәдімгі көрсеттім. Осы 9 пунктпен біздің кәсіпорындар соған кететін қосымша қаражаттарды өтеуге болады. Шектеу 60 миллион теңге. Келесі, повышение эффективности организации производства дейді. Енді оны жалпақ тілмен айтылған, қарапайым тілмен айтқанда, осы өндірісті әрі қарай дұрыс жолмен дамуына қандай біздің кәсіпорындар жолдарын жасайды, қандай дамыту жолдарын жасайды. Соған мен айтып өтейін, ішіне не кіреді? Разработка документации для повышения эффективности организации производства. Бұл кәдімгі енді бізде енді экономистерде көбінесе бизнес жоспар дейді. Бұл жақта енді әрбір өндірісте өзінің жоспары болады. Сол жоспарыны енді тек қана өзі дайындамайды, оны сырттан да кәдімгі компанияларды нанимать етеді, немесе басқа бір эксперт технологтарды нанимать еткен кезде, енді соны жоспарды жасаған кезде, соған кететін қаражатты басқа осы сырттан келген азаматтарды осы жоспарды жасап берші деп әкелген кезде, соған кететін қаражатты өтеуге болады. Бұл жақта да шектеу 60 миллион, слайдта қарасаңыздар болады. Екіншісі, разработка и внедрение прогрессивных управленческих производственных технологий деп жазып қойған. Жашан технологии повышения эффективной организации производства. Енді бұл да былай қарасақ кішкене түсініксіз, енді жалпақ тілмен производственный технология дейді. Мен ойлаймын, енді осы кәдімгі кәсіпорынды, осы біздің өндірісті әрі қарай дамытуға толықтай қосымша кететін қаражатты осы кәсіпорыннан соны ішіне енгізу болады. Үшіншісі, внедрение энергоэффективных зеленых технологий. Енді қазіргі таңда білесіздер, мына энергоэффективный және зеленый технология деген қосымша тағы оборудование алады кәсіпорынға. Біздер көп халық біледі, осы зеленый технологияның ішінде біздің кәдімгі освещение кіреді, қосымша мына өндірісте кішкене электроэнергия аздау кетсін деп, немесе выбростар аздау болсын деп, соны сол жақта көп оборудование қояды. Енді сол оборудование қалай қоюға болады, кімнен алуға болады, соны талап ететін үлкен ақпарат, соны арнайы бір компанияларды жалдайды. Оны мен білем, көп компаниялар кәдімгі осы производствомен, кәсіпорынмен айналысатын көп компаниялар соны енгізеді. Оны біздің кәсіпорындарда біледі, енді соған кететін қаражатты да өтеуге болады. Енді ең қызығы бұл внедрение кайдзен, TMP дейді, Sigma, Kanban. Енді осында кайдзен қазіргі таңда осы 4-5 жылда көп азаматтар біледі, непрерывное совершенство дейді. Енді әр қадам сайын дамыту керек. Соны енді арнайы компаниялар бар. Осы біздің Қазақстанның өзінде де кайдзенді дамытатын арнайы компания бар. Ол любой кәсіпорынға барып, сол жақта кәдімгідей бір жарты жылдай отырып, сол кайдзенді ендіреді. Енді ол қаражатты талап етеді сол компаниялар. Оларда
арзан тұрмайды. Енді соған кететін, осы кайдзенді ендіруге кететін, сол компанияларға кететін қаражатты осы біздің кәсіпорын осы Казиндустрия арқылы жартысын жабуға болады, жартысын өтеуге болады. Бұл жақта шектеу 60 миллион теңге. Міне тоқталып өтейік. Төртеуі. Келесі бұл жақта бұрында мен басында осы бірінші сюжеттерде айтып өттім. Бағдарламада разработка комплексного плана деп жазып қойған еді. Енді соны қазір атын өзгертті. Оның аты қазіргі таңда возмещение затрат на внедрение цифровых технологий. Енді ол кішкене түсінікті. Енді оның ішіне не кіреді? Екі бағыт кіреді. Біріншісі разработка или внедрение автоматизированных систем управления, в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения, немесе покупка программного обеспечения. Бұл кәдімгідей біздің кәсіпорындарда автоматизированный система кәдімгі ішіне компьютерлік талап ететін база данных, кәдімгі ішіне даже конструкторский бюроның ішінде компьютермен істейтін көп бағдарламаларды, көп программаларды кәдімгі сатып алады. Өздеріңізге мен қарапайым тілмен айтып берейін. Енді мынау MacBook немесе мынау ноутбукты алған кезде, ол ноутбуктың арнайы ол бір бөлек ақшасы. Ішіне көптеген бағдарламаларды, программа обеспечение дейді, Microsoft Office енгіземіз. Енді сол Microsoft Office басқа программаларды енгізген кезде ол негізі ақша тұрады. Осы интернет арқылы соны сатып аламыз. Coral дейді, басқа бағдарлама. Енді өндірісте өздеріңізге белгілі көптеген бағдарламалар болады. Программное обеспечение, орысшасы дұрыс айтқан дұрыс болар. Программное обеспечение кәдімгідей осы өндірісті, өнімді шығарған кезде көптеген осы компьютердің ішіне кіргізетін, сол же оборудование ішіне кіргізетін, оборудование сатқан компаниялар сырттан импортный компаниялардың ішінде оборудованиемен қосымша басқа ақшамен программное обеспечение сатады. Сол программа обеспечение кеткен қаражатты өтеуге болады. Бұл жақта да 60 миллионға дейін шектеу қойылған. Сол программа обеспечениені сатып алуға ақшасын өтеуге болады. Екіншісі бағыты бұл внедрение технологий элементы индустрия 4.0 дейді. Енді қазіргі таңда бір 2-3 жылда индустрия 4.0 деп айтып жатыр көп азаматтар, бірақ ол ішіне не кіреді? Мен де әлі де енді үйреніп жатырмын. Енді қарапайым тілмен айтып өтейін. Индустрия 4.0 деген былай зерттеп қарадым. Бұл былай орысша айтқанда новый подход к производству, основанный на массовом внедрении информационных технологий в промышленность дейді. Автоматизации бизнес-процессов и распространение искусственного интеллекта. Кәдімгі осы біздің өндірісте әрі қарай енді көп ручной формат дейді, енді көп азаматтар істемеу үшін оны арнайы программа обеспечения, роботтар қояды, басқа көптеген бағдарламаларды, IT бағдарламаларды ішіне енгізеді. Сол индустрия 4.0 жатады деп ойлаймын. Енді соған кететін қаражатты да өтеуге болады. Келесі бағыт бұл продвижение отечественных товаров на внутреннем рынке. Өткенде мен айттым, біздің сыртқа емес Қазақстанның өзіне сатуға кететін осы продвижение дейді. Әрі қарай сату қалай болады, соны жоспарын қалай жасаймыз, маркетинг дейді, әрі қарай өзінің арнайы бизнес жоспары болады, басқа кететін қаражаттарды өтеуге болады. Ішіне не кіреді? Бұл жақта енді көбінесе мына ішіне ақтарып қарадым. Бұл жақта көбінесе мына консультацияға кететін, осы сатуға арналған маркетинг компанияларды жалдайды, немесе басқа бір консалтинг компаниялар жалдаған кезде соған кететін қаражаттарды кәсіпорын соған консалтинг, маркетинг, продвижение, консультационный услугаға кететін, кеңес беруге кететін қаражаттарды өтеуге болады.